жарыстың басталуына аз ғана күндер қалды. Соңғы оқу жаттығуларымызды өткізіп жатырмыз атпен. Осы Алматыдан кейін жаңағы 10 күн бұрын Қырғызстанға барып, адаптация өтіп, Құдай қаласа, тас түйін дайын боламыз деген ойдамыз. Біздің ұлттық құрамада жаңағындай бөліну, руға немесе облысқа бөліну деген жоқ. Бәріміз бір тудың астына жиналғаннан кейін бір үйдің баласындай болып жүрік қазіргі таңда. Капитан ретінде бекітті ма өзіңізді? Иә, мені көкпар бойынша мен бекітті, ал көкбөрі бойынша Самат Жаманқара деген Алматы облысының палуаны бекітті. Белгілі бүкіл команда жаңағыдай капитанға арқа сүйейтіні, бәрімен байланыста болып, Құдай қаласа, сол сенімді ақтаймыз деген ойдамыз. Министрлік тарапынан және федерация тарапынан ешқандай бір кемшілік көріп тұрған жоқпыз. Жаңағыдай ат жағынан болса ат мәселесін шешіп жатыр. Жаңағы оқу жаттығуларымызда 3-4 оқу жаттығуды алдын ала қойып, Алматы қаласына дайындалдық. Енді жаңағыдай бұрын жарыстарға 2-3 күн қалғанда баратын болсақ, бұл жолы 10 күн бұрын барып жатырық деген сияқты. Енді айта кететін нәрсеміз, жаңа әлеуметтік желілерде барасыңдар ма, бармайсыңдар ма деген сұрақ бәрі шаршатты деп ойлаймын. Құдай қаласа барамыз, ойын көрсетеміз, жақсы ойын көрсетеміз, берсе күтіңіздер. Жаңа қырғыз бауырларымызға айтатындарымыз, Құдай қаласа күтіңіздер. Иә, ол жаққа барғам, қонақ болып та барғам, ойынға да барғам 2018 жылы. Қырғыз бауырларымыз жаңағыдай үздік ойыншы деген атағын алып кеткенбіз. Құдай қаласа, соны қайталаймыз осы жолда. Иә, Алла қаласа осы көшпенділер ойына барлықтарыңызды келуге шақырамыз. Қазақ жанкүйерлерін, ол қырғыз елінде де біздің жанкүйерлеріміз бар екен белгілі. Құдай қаласа, қырғыз қазақтың ортасында бір керемет ойын болады деген сеніміміз мол. Артымызда еліміз тұрғаны, артымызда жанұямыздың тұрғаны, өзіміздің қолдайтын аға бауырларымыздың тұрғаны, Құдай қаласа, солардың сенімін ақтаймыз.